Рөлдерде анасы, Ақбаян қыз, және осы үйдің кіші қызы Айым. Сиқырлы көйлек. Өтірік кино. Қыздар, не салатсыңдар? Мен сендердің көйлектерді жинап қойдым, жаңа жуамын. Қыздар, айтпақтайын, сендер неге осындай көйлек кимейсіңдер? Қараңдаршы, қандай әдемі көйлектерің бар. Үнемі футболка, шалбар киіп жүресіңдер. Біз шалбар киеміз. Неге? Айым, сен неге көйлек кимейсің? Неге сол? Футболка және шалбар. Демек сендерге көйлек ұнамайды, онда сендер бір нәрседен қорғалайды деп тұрсыңдар. Маған сатушы апай, бұл көйлек сиқырлы көйлек. Сендер егер үстеріне киіп армандарыңды айтсаңдар, ол сендердің бүкіл армандарыңды орындайды деген. Жарайды. Сиқыр болса тек көйлек, мамамдікі машинка. Сенде секретке қойып, сенде секретке қойып. Давай, онда. Бak, амандан көрсін. Давай. Давай, рахмет көйлектен сынай. Айым анасын бұтар қайырды далаға шығамыз ба? Давай. Көйлек бізді далаға шығасы. Сонымен де біз далада кеміз ғой. Сонымен де далада кеміз ғой. Несі азық болады? Шоколад жасап қой. Давай. Көйлек бізге шоколад берші. Екен ғой. Көйлек, саған қатты рахмет. Көйлекті тастамай дейім.
отырсыңдар ма? Келіңдер, шай тамақтарды ішмаңдар. Молодец, көйлек киіп апсыңдар ғой, айттым сендерге көйлек қандай әдемі жарасады қыздар, иә? Айтыңыздаршы, сіздерге көйлек өте керемет жарасып тұр, иә? Шай ішеміз. Ей, айым, суық шоколад деген қайдан алғасыңдар? Ал шайдан алып, ішіп жеп отырыңдар. Нека сендерге тамақ салайын. Көйлек, анасы мен айымның орнын ауыстырып. Anlaşım. Şay işini bilmedim. Tek kağıt atlıyorum gelirler. Anası мен айымның орнын. Ақбаян, не сыбырлап кеттің? Отыршы тұршы. Шайын ішін тез бол. Біз сабаққа барамыз уже. Бол шайын іш. Қыз, деме сыбырласып кетті. Тәттіңді жеп болдың ба? Ақбаян, қызым, тұра ғой. Қызым, неге пижамаңды киіп жатпағансың? Көйлекпен жатып қапсың ғой. Анасының сиқырлы көйлек қаяқта? Қандай сиқырлы көйлек, қызым? Тұршы, бұл қаз мектепке кешігеміз. Ойбай, бұның барлығы тұспа. Қандай сиқырлы көйлек. Басмай.